Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермен. Биыл ел иесі, жер киесі, руханият абызы Мырзағұл ұлы Пірбекет атамыздың дүниеге келгеніне 275 жыл. Осы орайда біз Бекет ата және Маңғыстау ақындарының рухани жолы деп аталатын циклды хабарлар түсіріп бастаған болатынбыз. Бүгін міне хабарымыздың 5-ші қонағы философия ғылымдарының докторы, профессор, яссауи танушы Досай Кенжетай ағамыз. Досай аға, киелі Маңғыстау жеріне қош келдіңіз. Рахмет. Қадамыңыз құтты болсын. Рахмет, Алла разы болсын. Бүгін міне ақтүйенің қарны жарылды дегендей, өңірімізде Мырзағұл Пірбекет атамыздың дүниеге келгеніне 275 жыл толуына байланысты ғылыми практикалық конференция өтіп жатыр. Конференцияда өзіңіз жаңа үлкен баяндама жасадыңыз. Енді сол сұхбатымызды бастасақ деген ниеттеміз. Дайынбыз ба, Досай аға? Дайын, бастайық. Бисмилла. Құдай қаласа, бисмилла. Жаңа сіз конференцияда, Досай аға, конференцияның негізгі тақырыбы ретінде сіз қазақ мұсылмандығы тұғырларын айттыңыз. Соның ішінде Мадинада Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда Пірбекет деген халық арасындағы үлкен мәнге ие, ұғымға ие сөзді талдап айтып бердіңіз конференцияда. Өте жақсы. Енді осы әңгімеге тағы да бір тоқталайықшы. Бұл негізі мынау анықтамалар, түсіндірмелер, теориялар туралы айтамыз біз. Бірақ соны мына біздің күнделікті өмірімізде тіршілік етіп жатқандығын байқамаймыз да. Жаңа қараңыз, Мәдинада Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда Пірбекет дейміз да, тілмен айтып қоя саламыз. Ал енді бүгін дін деген үлкен бір құбылыс, бұл ғылым дін деген. Соны біз 4 қабатқа бөліп қарастырамыз. Діни сенім, діни таным, діни тәжірибе және діни сана деп бөліп тастаймыз. Соның діни танымы, айттым ғой, діни танымдық тоғырлар деп жатырмын. Діни танымына не кіреді дейтін болсақ, діни сенімнен бастайық. Діни сенім бұл Алланың нақылдары, Құран, хадис мысалға. Бұл илахи бір мәліметтер, мағлұматтар. Оны біз амантумен өлшейміз, иманмен. Аманту биллахи ва малайикати ва кутуби ва русулихи деп жатамыз ғой. Ол барлығына бірдей мұсылманда да, шиизмге де, сунниға да бәріне бірдей. Себебі аманту бір де, яғни Алла бір болып тұр. Екінші қабат діни таным. Діни танымда бұл кеңістік, оның тілі, оның мәдениеті, оның барлығы осы климат деп жатамыз ғой. Осының барлығы біздің географиямыз. Сонда біздің діни танымдық тұғырларымыз деген сөз біздің топырағымыздағы, біздің географиямыздағы Алла мен адам арасындағы қатынастың делдалдары десек болады мысалға. Болмаса жаңағы көпірлері деп айтсақ болады. Сол көпірлер мысалы Қожа Ахмет Яссауиді Түркістан деп діни танымда кеңістігін көрсетіп отыр. Маңғыстау деп Бекет атамызды көрсетіп отыр. Көрдіңіз бе? Бұл біздің діни санамыздағы мынау мұсылман руханиятының тарихының көрінісі деген сөз болды. Сонда діни сенім кетті, діни таным жаңағы, діни тәжірибе деген уақыт деген сөз. Өткен шақ, осы шақ, болашақ. Сонда біздің осы топырағымыздағы 3 уақытты тұтастандырып тұрған не деген кезде бұл ислам діни тәжірибесімен келіп жатыр. Кімдер? Онда біздің тұлғалар тарих сахнасына шығады. Сол тұлғалар түгендей алмай жатырмыз ғой мысалға. Бекет атамыздың өзінің айналасындағы, тұлғасының айналасындағы мәліметтер, аңыздар, мысалға, құбылыстар, оқиғалар. Осының бәрін ғылыми шаблонға сала алмай жатырмыз. Қазір 30 жыл тәуелсіздік алдық, егемен ел болдық, зайырлы елміз. Дін ғылымдар даму керек қой. Ғылыми зерттеулер даму керек, мысалға, бір құбылыс төңірегінде. Мен әрдайым айтамын осы жерде, осы Маңғыстауға келген сайын, Бекет атамның атында ең болмаса ғылым зерттеу орталығы болсын деп кеткен баяғыда. Қазір институт болу керек, мысалға. Неге? Себебі мына кеңістіктегі діни танымды Бекет атамыз арқылы ашуымыз керек. Егер бүгін аша алмаса, сырттан біреулер саған диктоп жасайды ертең. Жол көрсетеді саған, бұрады сені.
халқыңның бүкіл кешегі, бүгінгі, болашақтағы 3 уақыт категориясындағы жүріп өткен тәжірибемен қисайтып жүреді. А біз аңқау отырмыз мысалы. А діни сана деген кім? Діни сана деген сен мен қазақ, ұлт, бұл адам деген сөз. Көрдіңіз бе? Сонда дін деген ғылымда Алла тұр, иман. Одан кейін уақыт тұр, одан кейін кеңістік тұр, одан кейін адам тұр. 4 компонент тұр осы жерде. Сол бізде түгел, Құдайға шүкір. Түгел емес не дейтін болсаңыз, осыны тұжырымдайтын, осыны түсіндіретін, мысалға халыққа ғылыми тұрғыдан болсын, діни тұрғыдан болсын, философиялық тұрғыдан болсын, беретін мәселе дейді ғой жаңағы. Біздің мекемелер болу керек. Мекемелер жан-жақты жұмыс істеп жатыру керек. Сен екеуміз сөйлесіп, сұхбаттасып отырған бір бөлек, оның тыңдаушы бар. Мысалы, айтушы, тыңдаушы деген мәселе бар. Ол бір хал, ол бір сәт. Қалай түсінсе солай кетеді. Кем түсінді ма, артық түсінді ма, Құдай біледі. А бірақ сен процеске айналдырып берсең, жаңа тұғырларымызда, біздің діни танымдық тұғырларымызда үйретудің процесіне айналдырып береміз. Көрдіңіз бе? Бекет атаны Құдайға шүкір бүкіл біздің батыс құрметтейді. Бүкіл батыс жүрегімен сезінеді. Ертең ұрпақ не болады? Қазір бұрынғы процестердің бәрі жоқ қой. Бұрынғы Бекет атаның дәуіріндегі процестер жоқ қазір. Бізде басқа процесс қазір. Қазір мына технология шығып жатыр. Білім беру жүйелері шығып жатыр. Мекемелер шығып жатыр. Соның бәрінде тұғырларды біз білдіруіміз керек. Яғни тілмен емес, ол санасында, несінде жаңғырып жату керек та, мысалы. Мен осы жағын айтып отырмын. Діни таным тұғырлары деген кезімізде бұл біздің топырағымыздан, уақытымызбен кеңістігіміздегі тұлғалар, шахсиет бар. Бұлар пайғамбарымыздың істеген ісін, амалын, сөзін, жолын, принципін, идеясын осы топырақта көрсетіп кеткен адамдар. Яғни усватул хасана дейді Құранда. Ең көркем үлгі дейді. Өзі біздің мұсылмандарда ең кәміл адам пайғамбарымыз 60 жасында қайтыс болған. Ол бүкіл кемелдіктің үлгісін, жолын көрсетіп кеткен. Соны Түркістанда қайталаған адам Ясауи, Маңғыстауда қайталаған адам Бекет ата. Бізде санамызда солай жаңғырып жатыр. Соны біз бүгін ғылыми тұжырымдармен, зерттеулермен толықтырып халқымызға беріп кетуіміз керек. Бізде мәңгі емеспіз ғой, ертең өлеміз. Бұл жаңағы Мадинада Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда Пірбекет сөзі бұл жай бір айтыла салған сөз емес қой. Қалай айтылады? Бұл ұлттың тұғыры ғой былай қарай. Өлшем беріп бар саған. Өлшем беріп бар. Сенің база өлшем демекші президентіміздің аузында постоянно айтылады ғой, дәстүрлі ислам, дәстүрлі ислам. Ол өлшем қайдан келді, мысалы? Ол бекерден бекер айтпайды, оны айтқызбайды оған. Оған белгілі бір социологиялық, саясаттанулық, феноменологиялық, небір зерттеулер апарып беріп отыр ғой, мысалы. Біз нені көтеруіміз керек? Құндылық ретінде. Аксиология болып тұр бұл жерде. Яғни Ясауи тұлғасы құндылық, Бекет ата тұлғасы құндылық. Құндылық болса, оны жеу керек қой. Мысалы, бермесе де, немесе жемесе де май жақсы, бермесе де бай жақсы дейді ғой, жемесе де май жақсы деген сөз, ол май құнды деген сөз. Бекет ата біздің құнды дүниеміз. Біз жемесек те оны зерттеуіміз керек. Ертең ол майды Иран алып қойуы мүмкін, Америка алып қойуы мүмкін, Ресей алып қойуы мүмкін. Сосын ол майдан қалағанша саған береді, болмаса бермей қояды. Сосын сен қисайып, былай қарай кете бересің. Шиизм болып кетесің ба, жоқ Мәхди болып кетесің ба, Бекет ата қалады далада. А сен қолданбадың уақытында. Мен қадірін білмедің уақытында. Қаншама баябан уақыт беріліп жатыр. Құдайға шүкір, Алла тағала тыныштық беріліп жатыр. Басқа әлемде соғыс басқа болады. Бізде міне осыны құндылығымыз игелене алмай жатырмыз. Тек қана біздікі примитивный жаңа анау деді, мынау деді. Ғылыммен зерттеп тастасайшы. Бекет атамыздың жүрген жолдарының барлығы. Өте жақсы. Енді Досаяға жалпы танымдар шексіз. Иә. Таным бұл шексіз. Енді оны конференцияда өзіңіз де айтып қалдыңыз. Таным деген сөзіңізді кесейші. Аңыз, діни таным, аңыздық таным бар, мысалы, ғылыми таным бар. Сіз айтып қалдыңыз, біз тек қана ғылыми танымға ғана байланып қалдық. Деп, осыны аша түсіңізші. Ашайын мен бұны. Бұл бізге түскен бір ауру бар ғой. Ауру қайдан келді? Позитивизмнен келді. Позитивизм кезінде былай деді. Ақиқаттың өлшемі ғылыми таным ғана деді. Сенің діни таным ақиқаттың өлшемі бола алмайды деді. Философияда ақиқаттың өлшемі бола алмайды деді. Мифтік таным ақылда бола алмайды деді. Біз соған сендік. Сөйттік тағам бүкіл әлемді тек ғылыми танымның өлшемімен ғана өлшеуге тырыстық. Ашки солай болды.
соған сәйкес келсе көрдік, сәйкес келмесе жырттық, қопардық, атып тастадық. Бұл позитивизм. Ол не деген сөз? Ол мына осы үш тұғыр бар бізде. Алла, әлем, адам. Осы үшеуінің арасындағы қатынас, мысалға адамды субъект дедік, оны қоршағанда объект дедік та, Алланы алып тастадық. Бізде қазір кез келген адамдан сұрасаң, философиялық мектептерде объект және субъект деп оқытады. Алла қайда? Жаратушы жоқ. Жоқ, Алла жоқ. Міне солай оқыды. Позитивизм деген сол. Ал енді адамның танымдары шексіз, себебі сұрағы шексіз оның. Біз ойлаймыз, адамның бүкіл сұрағына ғылым ғана жауап береді деп айтамыз да, ол дұрыс емес. Діннің сұрағына ғылым жауап бере алмайды. Философияның сұрағына ғылым жауап бере алмайды. Оны біз кезінде оған қарамадық. Бүкіл жаңа эпистемологиямыздың, гносеологиямыз бәрі осы жағына кетіп қалды да. Қазақшасы мынандай. Сенде 5 сезім мүшесі бар. Иә. 5 сезім мүшесінің қайсысын бірінші орынға қоясың? Деді да. Сосын олар айтты, көз деді. Көзбен көру. Бізде қазақта не бір сөз бар ғой, өтірік пен шынның арасы қанша десең 4 ақ ел дейді. Иә. Көзбен көрген шын, құлақпен көрген өтірік дейді, көрдің бе? Бізде танымның өзінде біздің қазақтардың арасында анықтамалар жүріп жатыр қарасаң. Міне соны айтты да, ғылыми таным тура осы көз сияқты деді. Сонда 5 сезім мүшесінің ішінен құлақты алып тастадық, мұрынды алып тастадық, бәрін алып тастадық та, көзді қалдырдық та. Көрдіңіз бе? Адамға қиянат жасадық біз. Тек көргеніне ғана сенің. Бітті, құлақпен есту, мұрын, бұлардың бәрін алып тастадық, көрдің бе? Осы жерде Фараби айтып жатыр. Мен ана Зайырлел Қайырлелді жаздым бұны. Адам танымы шексіз. Соның ішінде ең белсенді танымдар білу, тану, сену, сезу, мойынсыну. 5 ішкі акция бар екен. Ал көзбен көру, құлақпен естудің қасында тағы жаңағыдай көз білу, тану. Ішкі. Иә. Осының ішінде ана көзбенен аналогия, ананың сыртқы 5 сезім мүшесімен аналогия жасап жатыр Фараби. Мысалға дейді, көз дейді. Сөйтсем, ол жерде де, ол дәуірлерде Алла мәселесі бар, жоқ деген мәселе қозғалған екен ғой. Әйтпесе мынаны қозғалмайтын еді ол. Былай дейді, көз өздігінен, көздің функциясы не деп сұрайды? Көздің функциясы көру. Сол көз көру функциясын өздігінен жүзеге асыра ала ма дейді. Фараби айтады, жоқ дейді. Көз анау көру функциясын жүзеге асыру үшін оған бір шарт керек дейді. Қандай шарт? Жарық дейді. Егер көзге жарық түспесе, жарық болмаса, көру функциясын жүзеге асыра алмайды. Құлақтың функциясы есту ол. Өздігінен ести ала ма? Егер ауа болмаса, құлақ ештеңе ести алмайды. Яғни адамның өзі мұқтаж. Неге? Шарттарға. Жарық, ауа, нұр деген сияқты. Бұл не деген сөз? Адам ешқашан өздігінен пайда болып, өздігінен, көрдің бе, бізде антология деген бір термин бар қазір. Өздігінен пайда болған деген мағына ғой, біз оны болмыс деп аударып жүрміз негізі. Ол позитивизм термині негізі. Сонда айтпақшы болғанымыз мынандай, танымымыз шексіз, әр танымның өзінің сұрақтары бар. Сол сұрақтарменен біз олар өмір сүргізу. Бізге ертегі де керек, бізге аңыз да керек, бізге философия да керек, бізге әдебиет те керек, бізге музыка да керек, бізге өнер де керек, бәрі таным. Сонда барлығының атасы қылып ғылымды қойып қойып, жаңағыдай. Көрдіңіз бе? Сонда не болады? Иерархиялық ойлау жүйесі деген пайда болады. Иерархик düşünce система дейді түркше. Ол не деген сөз? Адамда бірінші, екінші, үшінші деген мәселе. Адам табиғатында жоқ ондай. Адамға қара, дәл қазір айтшы мысалға, саған бірінші су керек па, ауа керек па не деп. Бәрі керек қой саған. Деген кезде ауа керек мысалға. Ауасыз шөл, оған да су керек мысалға. Әшейін физиологиямызға осындай нәрсе. Ал руханиятымызға бәрі бірдей керек. Сондықтан танымдардың бәрі біз үшін бірдей орын алу керек. Менің концепциям қазір методология әдейі жасап, жаңа тарих методологиясы туралы айттым ғой жаңа жерде. Түбірімен қате. Біз сияқты елдерге біздің діни танымымыз, біздің кеңістігімізбен тепе-тең. Екеуін бірін-бірін жоққа шығармайды. Біздің мұсылмандығымыздың анықтамасын біздің географиямыз беріп жатыр. Мына тұрып жатқан кеңістігіміз беріп жатыр. Кеңістіктік ойлау Бекет Атаның бірінші ойлау жүйесі. Бекет Атада горизонтальды ойлау жоқ. Бекет Ата ясай бұлар кеңістікпен ойлаған. Ол не деген сөз? Алла, әлем, адам үшеуін негізге алған деген сөз. Көрдіңіз бе? Біз соны бере алмаймыз, түсіндіре алмай жатырмыз. Танымдар шексіз неге? Сұрақтар шексіз,
Ал сұрақтарға жауап беру үшін маме, папа әрқайсының сұрақтары бар. Мысалға аңыздың сұрақтарына дін жауап бере алмайды. Діннің жауабына аңыз жауап бере алмайды. Діннің сұрағына ғылым жауап бермейді, өйткені әрқайсының жеке аспект деген ұлтқағымыз ғой біз. Мысалға діни құбылысқа ғылыми таныммен жауап бер дейді. Қиянат қой мысалға. Діни танымның айтып кеткен өлшемдерін, категорияларын, анықтамаларын, терминдерін, принциптерін ғылыми танымға сала алмайсың ғой сен. Қалай саласың сен? Жоқ, саласың дейді. Бізді солай үйретті, көрдіңіз бе? Соның нәтижесінде біз Бекет атаның мұрасына кіре алмай қалдық. Неге? Себебі талап ғылыми таным. Және мына ғылым адамдары көбінесе айтады ғой, дінді мансұқтап. Дінде бәрі оп-оңай дейді. Қалай оңай болады ол? Олар ғалымдардың сөзі ғой енді. Дінде бәрі оп-оңай. Сенсең болды дейді. Сенсең болды. Анаған дәлел керек, анаған логика керек дейді. Жердің неше күнде жаралғанын, әлемнің неше күнде жаралғанын қарапайым медреседегі бала саған айтып бере алады дейді. Ал ғылым жолы шексіз дейді. Мысалға, дінді мансұқтап, дінді ғылымның алдына жығып береді былай айтқанда. Иерархиялық ойлау жүйесі деген дұрыс емес. Мысалға бізге көз бірінші ма, құлақ бірінші ма деп қалай айтамыз біз? Құлақ та керек, көз де керек, мұрын да керек, иіс, дәм сезу бәрі бірге керек қой. Қайсың бірінші мынау деп айта аламыз? Айта алмаймыз. Тура сол сияқты танымдардың барлығы бізге бір сәтте, бір халде, бір неде бізге қызмет етіп жатыр олардың бәрі. Соны өзімше бүйтіп қойып, ішінен ғылымын ғана алам, аналарын алмаймын деп қалай айтасың сен оны? Өйткені сен мұрағында жүріп жатыр, ол санаңда өмір сүріп жатыр. Абайдың сөзі бар. Алланы бір дейміз, және бар дейміз. Бірақ бар және бір деген ұғымның ішіне Алла сыймайды дейді. Алла шексіз. Не істедік, не үшін жасадық біз? Себебі бізде ақыл деген құдірет бар, қуат бар. Ол ақылдың бір сипаты, қасиеті, ол көнбейді ештеңеге. Оны уәжге, дәлелге, платформаға салып көндірмесең, ол тынышталмайды. Ал ақыл тынышталмаған жерде адамда ешқашан тыныштық болмайды. Ақылды көндіру керек. Дәлелмен, ол үшін не керек? Ұғым керек, таным керек, анықтама керек, түсіндірме керек, осылай. Яғни ойлаудың категорияларының бәрі ақылға керек. Ал дінде оңай деп жүргендердің түсінбейтін жері, дінде Алланың бар екендігін, оның бір екендігін, дін Алланың институты екендігін, қоғамға оның жіберілгендігі екендігін бәрін бағана ақылдың уәжімен, дәлелімен көндірмесең бар ғой, ақыл ешқашан иман келтірмейді. Бізді ойлайды, ойбай, иман келтірсе болды, философияда ондай логика керек, ғылымда дәлел керек, факты керек, анау керек, мынау керек. Дінде ештеңе керек жоқ деп ойлайды, түсініңіз бе? Дін деген ғылымдардың атасы. Бағана ішкі таным бар емес, білу, тану, сену, сезу, мойынсыну деген 5 акциясы дінде тұр, діни танымда тұр. Үшеуі, мысалы, білу, тану, сезу, философиялық танымда тұр. Ғылымда екеу акция, білу және тану. Ғылымда сену жоқ, ғылымда мойынсыну жоқ, ғылымда сезу де жоқ. Көрдіңіз бе? Эпистемологиясын көрдіңіз бе қалай? Енді сондай шектеулі таныммен, шектеулі акциямен құрылған ғылыми танымды бүкіл танымға қалай сен доминант қылып басып бересің? Позитивизм сөйтіп алып келді ғой. Не үшін бұларды айтып отырмыз? Бағана сіздің өте жақсы көргенсіз. Біз енді өзіміздің халық бағана діни сенім, діни таным, діни сана, бүгінгі біздің айтайық маңғыстаулық қазақтардың діни санасы. Ол Алла туралы болсын, ол пайғамбар туралы болсын, ол белгілі ғимараттар, белгілі бір мекемелер болсын, ол Бекет ата тұлғасына қатысты болсын, бұның барлығы біздің санамызда тұр. Менің халқымның санасында тұр. Ол әкеден алған, бабадан алған, істеп сабақтасып келе жатыр. Соған біз мән бермей жатырмыз. Көрдіңіз бе? Неге? Өйткені ол аңызбен келген. Өйткені ол ауызбен ауыз келген. Ауызша келген. Бағана Ақтөбедегі иланғымыз келмейді. Ақтөбедегі профессордың қателігін айтып едім ғой мен. Мына руханиятта, топырақта, яғни діни танымда ол адамның рөлін жоққа шығарып отыр. Менің қазағымның рөлін жоққа шығарып отыр. Қазақты өзін емес, қазақты анықтайтын жәдігерлермен ғана қазақты түсіндіріп жатыр. Қазақты анықтайтын жәдігер дегеніміз не десең, археология, қазба жұмыстары, дәйектер, сол жерден алған фактілер, яғни 18 ғасырда салынған мешіт, оның қирандылары, соның өлшемдерін алады. Значит, Ақтөбеде 18 ғасырда ислам болған деп айтады. Сенің алдында қазақтар қайда? 12 ғасырдағы дәруіштер қайда?
Теккелер қайда, зәуиялар қайда? Ей, дәруіштердің айтып кеткен ойлары, сөздері, ұғымдары. Ана әрбір рудың қожасы, төресі деген тарих, діни тәжірибе көріп тұр ғой. Қайда? Діни тәжірибенің іздері жоқ өйткені. Жаңағы медресе жоқ, анау жоқ, мынау жоқ. Медресе, мешіт 18 ғасыр салынған. Демек, Батыс Қазақстан 18 ғасырда мұсылманданған деп тұр ғой, былайша айтқанда. Ғимараттарға қарап. Ғимараттарға қарап, уже қазақтың өзін тос-тосын шығарып бөліп тұр. А біз бірге біз айтамыз, қазақ хандығы құрылды, Алтын Ордадан бөлініп шықтық, 300-дің басын құрадық, қожаларымыз мынандай болды, төрелеріміз мынандай болды, сөйтіп бөліндік, үстіртіміз мына болды, руханиятымыз ислам болды. Адам бүкіл мешіттің, медресенің рөлін дәруіштер атқарды, имамдар, ишандар атқарды, қожалар атқарды деп тұрған сөздің бәрі алмайды. Бір жаңа позитивизмде сені кеңістіктік тұрғыдан бөлшектеп жатыр, керісінше. Батысың 18 ғасырда мұсылман болған, оңтүстігің 12 ғасырда мұсылман болған, арада 6 ғасыр. Ал онда біз қалай бір тұтас мемлекет болдық? Қалай біз тұтас ұлт болдық дегенге жауап бермейді анау. Ана методология, түсіңіз бе, эпистемология деп отқаным сол. Міне, енді Бекетадағы біз басқаша эпистемология қолдануымыз керек. Өзінің ойлау жүйесін анықтауымыз керек. Бекетаданың өзінің система мышлениесі бар. Ол платформа, сонымен ол кеңістікті игерген, сонымен ол уақытты игерген, сонымен Алламен қатынас жасаған, сол арқылы культивация жасаған. Культивация деген сөз, мына топырақтың бәрін қайтадан исламизация, былайша айтқанда. А оны біз көрсете алмай жатырмыз. Алламен қатынас жасаудың тәжірибесін көрсетіп отыр ол. Бекетада. Жаңа бұл енді бүгінгі біздің хабарымызға тұздық болып отқан жаңа конференцияда айтылған ойлар ғой сіздің. Иә. Сіз Бекетата жерасты мешіттеріне қатысты ойлар айттыңыз. Ханака, текке, зауиялар туралы. Дұрыс айтасыз. Иә. Оны қозғап кеткен өте маңызды тақырып ол. Мәке, неге олай? Білесіз ба? Тағы да сол атанады. Мен туралы мен емес орыстар жазған. Мен туралы мен емес поляктар жазған. Мен туралы мен емес немістер жазған. Мен туралы француздар жазған. Біздің ғылымда от аналар жетіп айтқан, мыналар бетіп айтқан деймізден сол негізге аламыз. Иә. Солардың қолданған ұғымдары, терминдері, ориенталистер ғой олар енді. Ориенталистер деген ол мынандай. Шешесі сапсары, көзі көк, шешесінің шашы аппақ, яғни былайша айтқанда христиан әлемін анықтама жасап жатыр. Христиан әлемін. Сол құбылысты ахилеттағын Батыс Қазақстанға келген кезде бәрі өзінің шешесімен салыстырып сипаттап жазып кетеді. Яғни исламды христиандық әшкеменен сипаттап кетеді ол. Яғни ол не деген сөз? Сыртқы құбылыстар, ұқсастықтар, феномендер, мысалға, формалар арқылы ғана. Мазмұн бөлек қой. Оған ол кіре алмайды ол. Мысалға, Луис Массиньон деген болды, мысалға, небір ориенталистер біз туралы жазды. Бірақ ол жете жаза алмады, себебі исламды білмейді да ол мұқтабасы. Міне осындай проблем бізде де бар. Мысалы, Бекетаның ең алғашқы хат қатысушыларының барлығы саяхатшы. Бірде маман емес олар мысалға. Бәрі саяхатшылар. Сол айтады, жер асты мешіті дейді. Подземный мешіті деп жатыр. Мешіттің екенін де білмейді даже олар ол кезде. Әйтеуір мешіт деп жатыр. Әйтеуір. Соны біз бүкіл Совет үкіметінің тұсында кейінден сол тіркесті қолданып жатырмыз. Бекетаның аузынан мешіт деген сөз шыққан жоқ ғой. Бекетаның аузынан текке шықты, аузынан зәуия шықты, ханака шықты. Осы ұғымдарға тоқтала кетсеңіз. Соны айтып отырмын. Себебі Бекетамыздың ілімі бар. Ол ілімінің өзінің анықтауышы бар, өзінің идеялары бар, өзінің принциптері бар. Ол бір ғарыш, мысалы, тарихат, мысалы, суфизм, тасауф деп аталады. Ол тасауфта әлемге, адамға, адам менен әлем қатынасына, адам менен Алла қатынасына барлығына мақамдар, халдер, атаулар беріп кеткен. Енді Бекетаның тұсында дәуірінде деп айтайық, соны тасауфи тұрғыдан арабша бетіп келтірсе болады ғой. Бірақ тыңдаушы халық оны көбінде түсіне бермеуі мүмкін. Соның негізінде Бекетаның берген ілімдерінің барлығы біздің санамызда қалып қойды, бірақ қандай аңыздық бейнелерде қалып қойды. Көрдіңіз бе? Бір соны расшифровка жасай алмайдырмыз бүгін. Жасағымыз келмей жатыр. Мен қазір тырысып едім, осылай қыламыз. Жаңа мен Бекетада туралы айттым ғой. Бекетада мешіт деген ол мешіт атауы жоқ ол жерде. Ол жерде зауия бар, текке бар. Әрі кетсе ханака болуы мүмкін.
түсіндіңіз ба? Себебі біздің батыста мысалы мынау Орал қаласын білесіз ғой, Жоқ, зауия деген не сөз? Мен қазір келейін деп Текке деген не сөз? Ханака деген не сөз? Енді көрерменге түсінікті болсын. Болсын. Бізде қазір мынау Орал қаласы бар ғой, Орал қаласының бұрынғы атауын біз Теkke деп атаймыз. Текке. Теkke деген теккегах парша бір сөз, сопылардың жиналатын орны деген сөз. Завия рухты тазартатын, кемелдендіретін цех деген мағынада завия. Яғни ол жерде не бар деген сөз? Ол жерде хилует бар деген сөз. Завия болған жерде. Мысалы біздің Бекет атамыздың несіне қарасаң, бәрі де үңгірлер. Үңгірлер инзиваға қатысты. Инзива деген сөз Алла мен адам арасындағы қатынастың жеке диалогы. Ол жерде ол тәсбих, тахлил, психотехника дедім ғой, сол зікір салатын, тәсбих тартатын, истивара жасайтын ұғымдардың бәрі соның ішінде тұр. Ханака деп отқаным сол. Ханака сопылық білім беру орталығы деген мағынада айтылып жатыр. Сопылық білім беру. Мінекей. Біз осыны, біреулер еді, ойбай сонда ол жерде жаңағы намаздың көкесі жерде оқылып жатыр. Намаз деген тек қана мешітте ғана оқылмайды. Бүкіл әлем мешіт оқиды, намаз оқитын жер исламда, исламның принципінде мысалға. Бұл бір. Екіншіден, мәсжид бізде суть ислама деген бар. Ислам философиясын қарайтын болсаң, исламның мәні не деген кезде, ол архитектурада, ол өнерде, ол жаңағы бәрінде көрініп тұрады. Әрқайсының өзінің принциптерінің идеясы көрініп тұрады. Құрылыс жағына келген кезде, мысалға, бізде көбінесе ислам архитектурасы деп айтамыз. Ислам архитектурасында, мысалға, мынау жер тұр, жердің беті и асты деген мәселе бар. Жами мешіт жердің бетінен үстіне жоғары қарай салынады. Жами мешіт дегеніміз бұл мешіт қой. Жұма оқылатын мешіт қой. Мешітте сосын кейін барлығы. Неге олай? Мәселе мынандай. Алла мен адамның тұтастануының символикасын көрсету керек. Мысалға, мешіт деген Алланың көрінісі, ол трансцендентті қабат. Ал енді екінші қабат бар, имманентті қабат. Ол имманентті қабат деген адам деген сөз. Сол трансцендентті қабаттың ішіне кіріп жатыр адам. Сөйтіп тұтастанып жатыр. Мешіттің ішіне кірдің, сөйтіп Алламенен сұхбат құрып тұтастанып жатырсың. Міне ислам осыны көрсетіп жатыр. Бұл не деген сөз? Кеңістіктен жоғары салынады мешіттер. Ал мына тау тұр. Жартас тұр. Осының ішінен үңгір қазып жататын болсаңыз егер, мына материя, бұл итак имманентті деген сөз. Имманентті материяның ішіне сен де имманенттісің, адам, сен де кіріп жатсың. Қарасаң, исламның несіне мәніне келмей қалды. Яғни бұл категория мәсжид категориясы емес, бұл завия категориясы. Адамның тікелей имманентпен тіке сұхбаттасуы, бұл сопылық психотехниканың, сопылық танымның өлшемдері. Яғни біздің кеңістігіміздің культивациясының мәні қалай болды десеңіз, бұл жерде тасауф бар деген сөз, суфизм бар деген сөз. Біз соны айтуымыз керек. Сол негізде барып, мысалы біздің Бекет атаның жаңағы Оландыдағы, мысалға Ақмешіттегі, Мынаяқтағы 4 мешіт туралы айтып жатырмыз ғой, тырнақшаның ішінде. Мен айтып жатырмын, бұның барлығы біздің Бекет атаның 4 жаңағы шәкіртінің кеңістіктерін көрсетіп жатыр. Өйткені Бекет жалғыз болмаған. Бекеттің артында 4 мешіт тұрғаны, Бекеттің артында 4 шәкірт тұр. Бәрі Бекет ата деп айқайлап жатыр, зікір салып жатыр. Кеңістік соның негізінде ол культивацияға айналып жатыр. Бұны біз аңыздың тілімен айтқан кезде басқаша айтамыз. Шын мәнінде ол мәселе солай. Жаңа 7 балапан туралы айтып жатыр. Аңыздағың тілдерін қарайды. Аңыздың тілдерінің бәрінің ақиқаты бар. Бәрінің аңызда. Ясауимен салыстырдым ғой келінде. Мысалы, Ясауиде дәріл ислам, дәріл куфр деген мәселе тұр. Бір топырақты исламға кіргізу деген. Сонда анау Ясауи деген бір хан болады. Ол хан аңға шығады, жолынан кедір бұдыр, анау-мынау кедергілер бар. Соны жою керек, аңыздың стилін айтып бар. Содан бүкіл әулиелер шақырады, ешқайсысы жаңағы кедір бұдыр жолды тегістей алмайды. Кім қалды деген кезде, Сайранда Ибрахимнің ұлы Ахмет бар дейді. 6 жасар екен сол. Ахметті алып келеді, ол дұға жасайды, өзінің сопылық кереметін көрсетеді, сөйтіп жер тегістейді. Ал енді Қушайри рисаласында, жаңағы тасауфи сопылық сөздік қой, ішінде антамасында жерді тегістеу, жазыққа айналдыру,
сол жерді исламға енгізу деп анықтаған. Жер кедір болуы, ана болуы, мына болуы, ол дәріл күфір, кәпірлердің жері болып есептелінген. Көрдіңіз ба? Әшейін аңыз болғанмен ақиқаты жаңағыда исламизацияны көрсетіп жатыр. Бекет атамызда да сондай. Мысалға біздің ұшу мәселесі Бекет атамыздың аңыздарының 100%-інде ұшу феномені бірінші орында тұрады. Дұрыс айтасыз. Неге олай? Себебі Бекет атаның шариғат, тарихат, марифат, ақиқат деген тасауфтың 4 сатысы бар ғой. Соның қасында мысалы Яссауиде 70 мақам бар, а жаңағы 4 сатыда 40 мақам бар. 40 мақамының 30-шы мақамына кіреді ғой Бекет ата. 30-ға келдім деп жатыр. Біз айтамыз 30-ға келіп орда бұзды, ана мына деп айта береміз. 30 оның кемелдігінің жаңа сатысын көрсетіп жатыр. Бұл мына биологиялық жас емес. Жоқ, биология емес, бұл психотехникалық жастар ғой барлығы. А біз оны сырларында жаңағы Яссауи бабамыздың хикметтеріндегі 30-ға келдім, 40-қа келдімнің бәрі ол жас емес. Жас емес. Рухани дәреже, мақам. Хал, мақам сондан көрсетті. Ал ол сюжет бүкіл түркі сопылығында бар. Ол Анадолуда да бар, Өзбекстанда да бар, Түркменстанда да бар, Қазақстанда да бар, Татарстанда да, Башқұртстанда, бүкіл түркі мұсылмандарының барлығында осы сопылық сюжеттер бар. Сол сюжет бізде сақталып тұр, мысалы Бекет атаның тұлғасының айналасында. Жұрттың бәрі басқаша сипаттайды дағын, мысалға түріктер басқаша анализ беріп жатыр, сен келесінде Бекет ата басқаша анализ бересің. Қалай бола бересің? Терминге қарсайшы. Мен баяғыда сынағам, Шафиғов деген ағамыз болды ғой. Диван хикмет аударыпты. Ана жерде ау деген зікірлер бар ғой. Соны айхой деп аударыпты ана кісі. Хайху деген Алланың есімдері олар. Ол зікірдің аттары мысалы. Аллахай, Аллаху. Антал хади, антал хақ, лайсал хади илля хақ деген аудармалардың бәрін басын шығарып аударады ғой. Неге? Себебі өзбек қалай аударды, татар қалай аударды, түркмен қалай аударды, түрік қалай аударды деген хикметті. Салыстыру жоқ та. Кеңістіктік ойлау жоқ. Мен солай ойладым, аналар қалай ойлап жатыр деген жоқ та. Бізде бәрі өзімізше жаңағыдай. Бекет атаның аңыздарындағы сюжеттердің бәрін бағанағы түркі сопылық категориялармен өлшейтін болсаңыз, барлығы бірдей ойлаған. Өйткені ойлау жүйесі бірдей де барлығы. Жеті балапаны, жаңағы жас психотехникасы, келу мәселесі. Ең бастысы фақыр концепциясы. Біз айтамыз ана бақыржан деп айта береміз ғой. Көбінесе біз оны адамменен өлшеп жатырмыз. Бақырғани деп тамыз. Бақырғани ол лақаптың аты. Фақыр, һәм ғани деген сөз. Аллаға мұқтаж деген сөз ғой. Әл-фақру фахри дейді. Пайғамбарымыздың хадисі бар. Фақырлық менің мақтанышым деп. Ол жерде кедейлік деп аударылмайды оны негізінде. Материалдық кедейлік емес. Ол Аллаға деген мұқтаж. Яғни Аллаға деген мұқтаждық ол мен үшін, ол менің байлық дейді. Мен мұқтаж болып өзімді сезінсем Аллаға, демек мен бай адаммын дегеніз. Мұқтаж емес екендігін сезінген адам кім болады? Тәкаппар болады. Ол мына дүнияны жарып жіберетіндей болып жүр. Мысалы, Абайдың ана өлеңі бар ғой, адам бір боқ көтерген боқтыңға өлсең сасық боласың, одан бәрі сен мен теңбе деп шіренесің. Белгісі надандық. Кербезді, кердең деген кернемеден безіңдер деген сөз деп айтатын. Ал сол философияны біз Бекет атаның аңыздарынан көріп жатырмыз. Фақырлық, мұқтаждық бірінші мәселе. Бүкіл аңыздарында фақырлық бірінші орында тұр. Мұқтаждық. Біз соны шығаруымыз керек. Сосын аңыздардың бәрін қарайтын болсаң, 10 принциптер мысалы, адал ас мәселесі мысалға, жұмыс еңбек ету мәселесі мысалға бірінші орында принцип ретінде. Біз қазір бізде не дейді ғой, кез келген мекемеде қазір мекеменің өзінің құндылықтары бар қазір мысалға. Әділдік, адалдық, сондай принциптердің бәрі бізде Яссауиде де тұр, Бекет атада да аңыздарында бәрі тұр принцип ретінде. Досаяға жаңа сіз айтып қалдыңыз, керемет бір мәселені ұшын шығарып қалдыңыз. Ұшу мәселесі. Расында да аңыздардың барлығында Бекет ата мысалға Қараман атада болған анттасу кезінде түрікмендер сенімсіздік танытқанда осы адайларға олай болса ертең шейх Куброның басында кездесейік деп ұшып кетті дейтін әңгіме бар. Ол енді жаңағы намаздарын Меккеге ұшып барып оқып келеді деген әңгіме өз алдына. Осы ұшу мәселесі ұшын шығарып қалдыңыз да сіз? Түсіндім. Бұны айтайын. Ұшу феномені.
Мынау дін феноменологиясы деген мамандық пән бар, сала бар. Өзіңіз қараңыз, мынау ұшу дегеннің өзі біздің рухтың қасиеті, сипаты. Иә. Бізде исламнан бұрынғы терминдерде мысалға жәннатты ұжмақ дейді, ұшпақ дейді. Ұшпақ. Иә. Жаһаннамды тозақ дейді. Тозақ қой, тозақ. Сонда құсқа бейнеп жатыр адамның рухын. Егер адамның рухы кемелдікке жетсе, еркіндікке жетсе, ол ұшып кетеді. Ұшпаққа барады. Егер ол кемелдікке жете алмаса, күнәһарлық не алатын болса, ол тозаққа түсіп қалады. Ол жаһаннамға барады деген сияқты мәселелер. Аналогия бәр жерде бірдей. Бірақ түркі софылық аналогиясының, мысалы, шариғат, тариқат, марифат, ақиқат сатыларындағы мағрифат сатысында 10 мақам бар. Әрбір мақам жұп-жұп халден келеді. Мысалға, тауба мақамында 2 хал бар. Бірінші, қауіп вә рижа дейді оны. Қауіп деген қауіп, рижа деген үміт. Адам үміт пен қауіптің ортасында бірінші мақам тәуба мақамында өмір сүріп жатыр. Хадиске сәйкес. Ол біздің ясауи жолындағы бірінші мақам. Бірінші мақам. Үміт пен қорқыныштың ортасында болыңдар. жүресің. Ол мағынасы, Хадис қой. иә, пайғамбарымызды, Алладан үміт кесілмейді. Ғибадат жасап жатырмын, анау болып жатырмын, жақсылық жасап жатырмын, мынау деп, жаңа Алладан сауап аламын, Алланың дидарын көремін деудің өзі адамға қорқыныш сыйлау керек. Себебі сен Аллаға ондай міндет қоя алмайсың деп тұр. Алла міндетті емес саған. Ғибадат жасағаныңа, анауыңа, мынауыңа өзің дидарын Мұқтаж емес. Мұқтаж емес, саған міндетті емес. Сен соны сөйтіп көрсең. Кейбір шариғат нормаларын істеп жүрген адамдар айтады, 5 уақыт намаз оқып жатырмын, 56 сауап алып жатырмын. Бұл учет жасайды. Сөйтеді, 56 сауаптан әр күнге көбейтіп тұрсаңыз пәленбай сауап болады ғой. Содан кейін Алланың жаһаннамы ол обещанный кәдімгі, сондай сияқты бар. Жәннаты. Жәннаттан орын аламын деп сенім айтуы мүмкін. Бірақ мына жақта қауіп жоқ қой сенде. Қауіп болмаған жерде, тақуа болмаған жерде сен қалай міндет қыласың? Тасауф осыған қарсы шығып жатыр. Сонда жаңа Бекет атамыздың ұшу халді, ұшу феномені, бағанағы мақам бар ғой, мағрифат мақамының бірінші, екінші, 10 мақамы осы жерде көрініс табады. Неге көрініс табады деп отырмын? Мағрифат мақамының барлығы ұшумен байланыстырылады ғой. Аналогиялық тұрғыда, құстың ұшуымен, көрдіңіз бе? Ал басқа әулиелермен салыстырған кезде Бекет атаның тұлғасында ғана осы ұшу мәселесі бірінші орында тұрады. Дұрыс айтасыз. Оны сөйтіп аналогия жасаған кезде, яғни Бекет атаның өзінің ұғымы, тілі арқылы берген өзінің халін түсіндіріп жатыр ғой. Ол аспаннан ештеңе айтып жатқан жоқ қой. Соны халыққа беріп кетіп жатыр. Мен ұштым, мен мысалы қалықтадым. Ол бәрі халдер. Өзінің халін түсіндіріп жатыр. Ол материалдық ұшу емес. Жоқ, материалдық ұшу емес. Ол кәдімгідей рухани самғау. Самғау ғой, самғау. Сол Бекет атамыздың айналасында аңыздардың бәрінде толып тұр. Оны біз тура мағынасында қалай түсінеміз оны? Түсіне алмаймыз. Тура мағынасында түсінсең, оны вахабистік тенденция болып шыға келеді. Кәдімгі жаңағы буквалист болып шыға келеді. Бұндай сюжеттер Хаж Бекташ Велиде де бар, Юнус Эмреде де бар, Яссауиде де бар, Маулянада да бар, бәрінде бар да, көрдіңіз бе? Именно осы біздің батыстың Бекет атаның басында осы мәселелер бар. Жаңағы 4 мәселе. Айттым әдейіге. Бекет атаның мұралары деп айтамыз оны. Мұралар тек қана ол әшейін жаңағы теkke, зәуия, ханака немесе мешіт қана емес қой. Әрбір мешітті кім ұстады? Мысалы, зәуияны кім басқарды? Кім оған жағдайлар жасады? Ол жерден керуендер өтті. Ол жерден адамдар білім алды. Шәкірттерін табу керек. Яғни 4 шәкіртін негізінде айтып жатыр. Софылықта өзі 4 негіз шәкірт болады. Яссауиде де 4 шәкірт. Бүкіл әулиелерде 4 шәкірттерден. Бұл дәстүр ғой. Дәстүр себебі өлшем не? Өлшем пайғамбар. Пайғамбар және оның шәкірттері. 4 халифасы. Сонда ұстаз бен шәкірт қатынасында осылай бітеп траекторияда, яғни кеңістік бойынша өзі тарап кетіп бара жатыр. Маңғыстау деген аймақта 4 орын, 4 мақам, 4 шәкірт осылай көрініп жатыр шын мәнінде. Просто біз оның әр жердегі несін ұмытып қалғанбыз. Діни санамызда сол мәселелер қалғанына шүкір, бірақ адам тұлғасына дейін ұмытып қалғанбыз да, көрдіңіз бе? Соны шығаруымыз керек. Біртіндеп шығады ол. Бірден көңіліп қалған нәрселер ғой, өйткені біз сияқты талдап көрген жоқ ешкім. Совет өкіметі болды, оның алдында жаңағы бодан, ол кезде оған да иқтияждар жоқ, қажеттілік жоқ, себебі олар ұғымдардан өздерінің ұғымдарын өзі түсіне береді, айтпай-ақ.
Біз ғой бүгін махрұм болып қалдық қой. Олардың не айтып кеткенін қазір отырмыз ғой. Герменевтикалық тұрғыдан талдау, сопылық таным тұрғыдан талдау, мифтік анықтау деп мәз қынжылып отырмыз ғой. Олар өздері ешқандай тәржімасыз түсіне беретін болған олар. Ұрпақ ауысып кетті даған, тілдік ұғымдық мәселелердің бәрінде сабақтастық ұмытып қалдық даған, діни білім беру деген мәселемен совет үкіметі жойып тастады. Сөйттік даған, оның үстінде 30 жыл бойы жаңағы вахабистік сопылыққа қарсы әңгіме айтты, ширктеді, мирктеді. Сонымен енді жайлап қой, мынау мамыражай заманда бабаларымыздың не айтып кеткенін ең болмаса талдап, тұжырымдап, ұрпаққа беріп кетейік деп жатқан түріміз ғой. Өте жақсы, Досай аға. Бұл енді әрине шын мәнінде өте терең дүниелер ғой. Терең болғанда өте терең дүниелер, бұған енді бойлау үшін іздену керек адам. Иә, бұл тек бірден әп-сәтте түсініп кету бұл мәселені оңай дүние емес. Енді сопылық психотехника және рухани символика деген мәселе. Мына бағана жас туралы айттық қой. Иә. 21 жас, 30 жас, 40 жас, 63 жас жатырмыз. Бұның бәрі символдық жастар бұның бәрі. Біз ойлаймыз, осынша жаста өйтті, бүйтті деп. Ясауидің хикметінде де айтады, 1 жасымда өйттім, 2 жасымда бүйттім, 60 жасқа дейін сипаттап келеді ғой. Бұл ішкі халінің мақамдарын айтып жатыр. Мысалға 63 жас деп біз білмейміз Бекетадан қашан қайтыс болған. Кейбір орыстардың жазып кеткендері бойынша, мынандай қосып 60 жасында өлген екен ғой деп жүрміз қазір. Иә. 63 жас бұл Бекетадан кемелдік жас. Тырнақшаның ішінде тасауфта 63 жас болған жердің барлығы, яғни кемелдікке жеткен, кемелдік жасын орындаған деген мағынаға келеді. Яғни пайғамбарымыздың жасап кетті деген мағына. Өйткені Маңғыстауда пір бекет деп тұр ғой, паспорт солай болып тұр, көрдіңіз ба? Енді Ясауимен салыстырып қалсаң, Ясауиде қынжылып жатыр. 60 жасқа келдім, мен енді арғай ұят мен үшін. Топырақ мен арғай өмір сүре алмаймын деп тұр да, мысалы. Өйткені 63 кемелдік жас. Арғай дальше никуда деген сияқты мәселе ғой. Сөйтеді халық оны жердің астына кіргізіп жіберді. Иә. Аңызбенен. Хилуетке түсіп. Ол бір мәселе, ол қылует деген сөз. Ана уединение деп жатырмыз біз. Халықтан жырақтау, қоғамнан жырақтау. Бұл жылда бір рет болған нәрсе. Оны психотехника деп атаймыз. Оның аты қылует. Психотехника. Психотехника деген сөз духовное упражнение деген сөз. Мысалға Ясауи айтады, бисмиллах деп баян еле хикмет айтып, талиплері дурва жауһар шаштым мана, риязатты қатты тартып, қанды жұтып, мән дәфтәр исани сөзін аштым мана дейді. Сонда риязат деген сөз тек қана психотехника, ол жерде мұрақаба, мукашафа, мужахада, мысалы бәрі кете береді. Жаңағы мәселе барлығы мынаны ташфия, тәзкия, мынаны кемелдендіру, мынаны тәрбиелеу, осындай мәселе ғой барлығы. Сонда адамның өзімен өзі жұмыс істеуі, адамның өзін өзі тануы, адамның өзін өзі кемелдендіруі, өзін өзі бақылауы деген мәселе бірінші орында тұрады. Себебі мен кіммін? Не үшін жіберілдім мына жерде? Мақсатым не? Деген кезде бірінші сұрақ, мен кіммін? Деу үшін де мына жақтан ұялу керек адам өзімен өзі. Қарап етіп қой, мысалы, ұятқа. Сондай психотехника, сондай символдық мағлұматтардың барлығы біздің Бекетаданың аңыздарында толып тұр. Бағанағы 20 жасың, 30 жасың, 40 жасың, 63 жасының барлығы оның ішкі рухани кемелдігінің символдық тілдері бұның барлығы. Бағанағы ұшу дегеннің барлығы бұл халдері және мақамдары қарасаңыз. Ол жерде қарасаң 4 жерде психотехникалық орталықтар тұр. Мысалы, біздің Бекетаданың басына барсаң, барлық жерде хилват тұр. Барлық жерде ғар тұр. Барлық жерде. Неге? Себебі өзімен өзі ошарлану, өзімен сұхбат құру алдыменен. Осының барлығы бірінші орында тұр. Сондықтан психотехника дегеніміз, сопылық психотехниканың барлығы аңыздарда көрініс беріп жатыр. Мақам ретінде, хал ретінде, бағанағы риязат ретінде, тәсбих, тахлил барлығы кетіп жатыр. Бұны жүйелеу керек. Мен бағана біздің Маңғыстауда Бекетада атындағы ғылыми зерттеу институты керек деп айқайладым ғой жерде біраз. Мақсатым соны мына ұрпақ білсін да, біліп кету керек. Қандай жол екендігін. Әйтпесе ертең сырттан іштен біреулер келеді да, Бекетада осылай болған дейді, сол қисайтып жіберсе, соны қисайып кете бересіз. Жоқ, Бекетада бұлай болған.
оның ойлау жүйесі болған, оның негізі сабақтастығы мынандай болған, оның мақамдары мынандай болған, халдері мынандай болған деп айтып кетсек егер, онда біз рахатпыз, ертең ұрпақтар соны алып ары жалғастырып кете береді. Бекет Атаның ғылыми зерттеу орталығы шарт. Шарт ол. Кім зерттейді Бекет Атаны? Ешкім зерттеп жатқан жоқ. Біз қайта Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ Түрік университетінде Яссауитану орталығымыз бар. Аз да болса адамдар жұмыс істеп жатыр. Мен қазір 33 жыл болды ғой Яссауитамен айналысып, түркі сопылық немен айналысып жатқаныма. А мына жерде кім айналысады? Бір құндылық. Мысалы, ол тұлға, ол тарих, ол діни тәжірибе, ол діни сана. Қалай оны біз ертең ұрпаққа қалай жеткіземіз оны? Осылай басына барып, Құран шалдық, өйттік бүйтік деп болмайды ғой. Ол бір басқа мәселе, оған зиярат ету, ол психологиялық. Дін психология тұрғысынан ол маңызды. Ал дін феноменологиясы тұрғысынан қарайтын болсаңыз, оның зерттеу параллельно өмір сүріп жатыр. Ананың бүгінге дейін 275 жыл деп жатырмыз ғой, өмір сүріп жатыр ғой қазір. Өмір сүріп жатыр, тірі адам ол. Сонымен қоса оның қалған мұрасы да өмір сүріп жату керек. Мәселе сонда ғой. Міне, соны параллельно жүргізсеңіз, онда сіз көңіліңіз тыныш болады. Саясатыңыз да тыныш болады. Басқа түрлі болмайды деді. Мен қорқам. Мен жаздым, жазып кеткем. Мына Нығматуллахи бар деді. Бекет Ата Нығматуллахиядан сабақ алған дейді. Нығматуллах кім білесің ба? Ол шиизм. Кім олай деп жазып кетті? Мынау бір ғалымдар жазған осы. Мен марқұм Қадыр Мырзалиев тірі кезінде Шымкентте Бекет Тұрғарбаев деген кісі үлкен бір конференция өткізді. Бекет Ата атында. 2005 па, 6 ма, сол жылдары ойым, по-моему. Үлкен бір конференция. Мен бардым. Сол жинақта мен жаңаны көрдім. Нығматуллахи деп тұр. Ол ертең жайлап кіргізіп жүреді. Ол жайлап бір ұғым, бір уақытта жайлап, ісініп, бір уақытта тау айналып кетуі мүмкін. Абайлау керек. Өйткені сен құндылығыңды өзің қорған болсаң. Құндылық деген қорғаудан тұрады. И талап етуден тұрады. Сонда сенің огородыңды басқа біреулер кезіп жүр деген сөз ғой. Абайлау керек. Арасында да жаңағы құндылық мәселесі. Бұл енді оны ұстанып жүру, ол жолда жүру бұл басқа мәселе. Ол басқа мәселе. Ең болмағанда сол платформаны, сол құндылықты білсе дейсіз ғой ұрпақ. Ойбай, біз айтады, мен айтамын, сен бәрің Яссауи жолына түспей қойыңдар. Оның шартын білесің ба деймін да? Яссауи айтады, хикметінің ерекшелігін қарасайшы ілімінің дидар талаптарға ғана арналған. Абай сынап жатыр. Алалаған рас бола ма? Егер ақиқат болса, баршаға бірдей ақиқат болу керек қой дейді. Абай өзінше сынап жатыр. Өйткені тасауф жолы бұл тек дидар талаптарға, Аллаға ғашық болғандарға ғана арналған. Басқа жалпыға бірдей арналмаған бұл. Шариғат сатысында жүре бересің. 5 уақыт намазыңды оқып, анау, бірақ тариқат сатысында ол ішкі жампидалық керек. Жалғыз өзің айдалада, Бекет Ата қалса, айдалада өмір сүрсең, жаңа арқарымен, қасқырмен, арыстан жолбарыстармен тілдесіп жүрсең мысалға. Ол басқа хал. Себебі ол жампидалық. Себебі анауменен байланыс құру, дидарын көру деген мәселе, сол азаптың бәріне көну деген мәселе. Сен қазір мына заманда азапқа жампидалық жасай аласың ба, көне аласың ба мысалға? Оның рухың сені көтере алмайды, сенің жағдайың да көтермейді. Анда-санда бірен саран адамдар ғана. Бізге несі керек? Бізге оның принциптері керек, идеялар керек, құндылықтар керек мысалға. Арлы бол мысалға, кәміл бол мысалға. Сатпа, өзіңді сат. Мәселе өзіңді сатудан тұрады ол бірінші. Өзіңді таны деп тұр. Өзіңе аясайшы, өйткені сендегі рух, жан, бұл ананың аманаты ғой. Сен сол аманатқа қиянат жасап жатсың ғой, сатып жатсың ғой мысалы. Ол үшін сен мынаны тануың керек қой деген принциптерді Бекет Ата айтты, Яссауи айтты деп кетсеңіз, соның өзі жеткілікті. Ал олардың жолына түсіп, жаңа айдалаға кет, зікір сал, тәсбih тарт, тахлил жаса деп жатырған жоқпыз ғой біз. Ал тарихаттар бар қазір, Құдайға шүкір. Әйтеуір. Ішінден бір кемел тарихаттарды алып, соның жаңағы адаптарын,
принциптерін, әркандарын, идеяларын, жаңағы тәспих, тахлил, анаусын мынаусын жасап, мынаны шыңдап көруге болады. Мен өз басым көрдім оны. Көрдім да 6 айдан кейін мен айттым, мен ғылым жасауым керек. Болмайды мынау. 6 айдан кейін қарасам, еңіреп жылап отырмын бір жерде. Адамдарды көрем да, жаңағы тәспих, тахлил бәрін өткен бұл. Қадирия, Чиштия, Сухравардия, бүкіл Түркиядағы тарихаттардың, бүкіл осындай психоаналитикалық орталықтардың бәрін өткен ғой. И қарасам, менде өзгеріс пайда болып жатыр. Хал ғой. Оның қасындағы әйелім қорқып кеткен, не болған деп. Өткен солқылдап жылай берсең, әйелің қорқады ғой үшін, не болып қалды дейді. Оның бір күні Қызылай деген орталық бар Анкарада. Соның Анкарадан отырғам, астына. Отырғамда жылай берген ғой. Жұрттың бәрі түсінбей қалған. Бір уақытта қарасам, өзім келіп қарасам, аналар мені су беріп сөйтіп жатыр. Ойбай, не болды? Сол профессорға барып, прямо бардым. Дедім, мен тоқтатыңыз дедім. Мен 5000 километр жерден Анкараға не үшін келдім? Мен молда болу үшін, софы болу үшін келген жоқпын мен. Мен ғылым жасайын деп келдім. Кәдімгідей осылай қатты айқайлап сөйлеген ғой. Анау тырқылдап күледі. Сөйтсем 25 жыл бұрын оның басында сондай хал өтеді ғой оның өзінде. Себебі ана психотехникадан кейін ол хал тұрады. Ол бізде де қазір көп қой тарихаттар, Құдайға шүкір. Ондай халды татқың келсе, дәмін көргің келсе, ондай жолдар бар, Құдайға шүкір. Іздеп барып шәкірт болып. Оған шәкіртпен ұстаздың тығыз байланысы керек, мықты пір керек. Қазір біздегі сияқты кәдімгі ылже пірлер, ылже суфилер, ілже ишанлар, ілже шейхтар көйіп кеткенде бар ғой бізде. Қауіпті. Азиз жаныңды біреуге аманат етудің өзі қауіпті ғой қазір. Сондықтан абайлау керек, байқау керек. Өте дұрыс айтасыз. Расында да мына біздің жолымыз Бекет атаның жолы деген бағытта сопылық жолдар көрініс береді ғой қазірдің өзінде. Иә. Бірақ енді соның қылып жүрген тірліктеріне қарап, іс-әрекеттеріне қарап, теріс айналып жатады халық. Иә. Бұл қандай сопылық? Сопылық деген осындай болушы ма еді дегендей. Дұрыс айтасыз. Абайдың дәуірінде де болды. Сынады ғой бәрін. Сопылықта сынады ғой. Абайдың дәуірінде. Алалаған бір бөлек, оның хусусан дейді Абай айтып отыр. Хусусан бұл заманның шейхтарына деп отыр. Ешқашан қол бермеңдер деп отыр. Неге? Себебі ол шариғатты білмей жатыр. Шариғатпен өлшеуді білмей жатыр. Ал Абай деген ол нағыз ойшыл, тасауф фәлсафасы негізінде ой қозғаған адам. Оның теориялары, Абайдың бізге жасаған теориялары, осы сегіншегі. Мысырда Қазан орталығы болды. Қазан орталығы, Мысырда орталық, Османның дәуіріндегі бірде-бір ойшыл айтпаған сөзді айтып кеткен Абай. Мен қазақ болған үшін, Абайым болған үшін, мен сол үшін мақтанамын да. Себебі тасауф тарихын зерттеген ғой. Ешбір жерде айтпаған идеяны бірінші рет қазақ айтып тұрған кезде қуанасың ғой сен. Айтып өтіңізші сол идея. Ол мынау принцип идея деген бар. Принцип деген ол махаббат. Идеясы Алланың дидары, жамалы. Иә. Яғни ана принцип сатылай, сен соған баруың керек. Көрінетін жол сол, мақсатың сол. Енді дүния өзгеріп жатыр. Заман өзгеріп жатыр. Ғылым керек, техника керек. Біз әбден жаңағы отар елге айналып біттік. Мына дүнияның мемарлығы керек деп жатыр. Мемари дүния керек деп жатыр Абай. Ол үшін не деп жатыр қарасаң? Махаббатты қалдыру керек. Аллаға деген махаббат қалдыру керек та принцип ретінде. Мұратты ауыстыру керек деп жатыр. Идеяны ауыстыру керек. Не? Бағанағы Алланың дидары емес, Алланың сұнғатына ауыстыруымыз керек деп жатыр. Саних сипатына. Саних деген сөз Алланың жаратушылық, шеберлік сипаты. Сонда біз адам соның шебер сипатына ғашық болу арқылы өзіміз шебер боламыз. Жаратушылық сипатына ғашық болу арқылы өзіміз мына әлемде жаратамыз, мына дүние қыламыз, мемари қыламыз. Ал жамалына бір нәрсе өндіреміз. Иә, ананың көркемдік сипатына ғашық бола берсең не болады? Жылау, еңіреу бітті ғой, одан басқа ештеңе жоқ қой. Хал ғой. Абай ананы айтып жатыр.
Сонда анау Мысырдың профессорлары таң қалды ғой. Абайдың анау еңбекке шақыратындығы, ғылым іздеуге шақыратындығының бәрі осында жатыр дейсіз. Сонда конструкция жасап жатыр ғой. Тасауфи, софылық философияны конструкция жасап жатқан адам. Абай. Бұндай конструкцияны ешкім жасамаған, жасай алмаған. Мына Абай айтты деген кезде ана таң қалды ғой, мені сұрайды, Абай қандай медресені бітірген дейді да. Енді Семейде 3 жыл оқыды деп айтпайсың ғой енді. Шыңғыстау деген медресе болды дедім. Соны бітірді дедім. Дала медресесі дейсіз ғой. Өте жақсы, өте жақсы. Енді осы аяға жалпы Бекет атаның және Маңғыстау ақындарының рухани мұрасы деген мәселені қысқаша қалай түсінуге болады? Мына рухани мұрасы деген қарайтын болсаң, бірнеше қабаттары бар бұның. Біз оны бір-ақ қабатпен өлшеп қалғанбыз бүгінге дейін. Иә. Қандай қабат деген кезде, обязательно жаңағыда Сәттіғұл сияқты жыраулар жырлау керек. Мысалға, Бекетті жырлап өту керек, болмаса Яссауиді атап өту керек деген сияқты сабақтастықты халықтың санасындағы, сосын әдебиетіміздегі сабақтастықты көргіміз келеді. Ал бірақ біздің танымымыз, бағана айттым ғой, шексіз танымымыз бар, әдебиет бір таным, тарих бір таным, дін бір таным, пәлсапа, өнер, туынды бәрі. Мынаның барлығы мысалға біздің рухани сабақтастығымыздың көрінісі, біздің мұсылмандық деген сөз. Вообще, мынау қазақ бар, қазақты сипаттайтын не дейтін болсаң, ұлт қой енді қазақ. Соны сипаттайтын ол мәдениеті. Иә. Сол мәдениеттің айқындайтын. Иә, мәдениеттің ішін жарып жүрсең, анализ жасап. Бізде ана жіліктеу деген сөз бар ғой. Қой сияқты біз ішін жарып жүрсің, ішінен 18 қабат шығады. Бірінші қабат тіл қабаты, ойлау қабаты, дәстүр, әдет ғұрып, мысалы моральдық этикалық жүйелері, сәулеті, музыкасы, ең соңы сана болып шығады. Сол 18 қабат менің ұлтымды анықтайды. Енді сол 18 қабаттың ішін тағы әрқайсысын ашып баратын болсаң, ішінде ислам шығады. Тілден де, ойлауынан да, әдет ғұрыптан да, жаңа моральдық этикалық жүйесі, құқықтық нормалар барлығы соның ішіне кіреді. Яғни біз болмысқа айналып қойғанбыз. Ұлт болмысына айналып қойғанбыз. Бізді ұлт болмысына айналдырған осы біздің қазақтың діни танымының тұғырлары. Ол Яссауи, ол Бекет ата, ол Абай, ол Шәкәрім деп айтамыз. Міне көрдіңіз бе? Біз осы тұғырлар арқылы рухани ішкі немізді ұстап, танып, өзімізді өзіміз танып, өзіміз оралып келе жатырмыз қазір. Дұрыс айтасыз. Бұған шүкір деп айтуымыз керек. Ал шүкір деу үшін не керек? Пікір керек қой. Тәфәккүр керек, терең ой керек. Ол үшін мына жерде біздің басшыларымыз да, қоғамдық институтта, мемлекеттік институтта осыған лайық қарай жұмыс істеу керек. Менің қоғамымды бағыттап отыратын билік болса, билік атқару керек осыны. Егер билік ұмытып жатқан болса, қоғам шулау керек. Біріншісі бір болмайтын нәрсе бұл, жан мен тән сияқты ғой. Құдайға шүкір, мемлекет құрдық біз. 6000 мәдениеттің ішінде бір мәдениет ретінде, қазақ мәдениет ретінде мемлекеттілігіміз бар. 200-ге жуық мемлекеттің ішінде 6000-ның бәрінде мемлекет жоқ қой. 200-інде ғана мемлекет бар. Бізде мемлекет бар. Бірақ сұрақ, осынша топырақты бізге тастап кеткен кім десең, мен айтамын, біздің қазақтың даласының діни таным тұғырлары тастап кеткен. Соның негізінде біз мына кеңістікті игеріп отырмыз. Әйтпесе игере алмаймыз. Себебі олардың ойлау жүйесі горизонталды емес, жаңағы вертикалды емес, горизонталды ойлау жүйесі болды. Олардың бірінші ерекшелігі ойлау жүйесінде кеңістіктік ойлау жүйесі болды. Уақыт пен кеңістіктің тұтастығы болды. Ол біздің түрік тасауфының негізгі оригинал өлшеуіші болды. Соны сақтап, соны қорғап кетті олар. Яғни біздің жерімізді найзаның ұшымен, бірдеңесімен деп жатырмыз ғой, білектің күшімен деп. Мынаның еркі қайда? Жүрек қайда дейсіз ғой. Осы мәселе. Ақыл, мен, жан деген 3 мәселе айтылып жатыр Абай. Соны айтамыз тілменен, бірақ ол не екенін түсіндіре алмаймыз. Мына топырақта егер осыншама жер дейтін болсаңыз, бұның барлығы біздің бағанағы әулиелеріміздің арқасы деп айтуымыз керек. Міне руханиятымыздың көкесі деп айтуымыз керек. Солай деп сендіруіміз керек, солай деп негіздеп беруіміз керек. Болды, иншалла. Ол енді расында да дұрыс айтасыз. Бұл Бекет атаның 275 жылдығын
атап өтүүдегі мақсат та осыған келіп саяды ғой. Дұрыс айтасыз. Иә, мысалға сол ұрпаққа атаның жолын таныту, қалай десек те. Сол осы атаның, Бекет атамыздың рухының төңірегіне топтасу. Манавияты, руханияты, біз айтып жатырмыз, Бекет ата біздің қасымызда жүр қазір. Біз айтып жатырмыз, оны сезініп жатырмыз біз қазір, түсіндіңіз ба? Өйткені тілімізбен айтып жатырмыз, ділімізбен айтып жатырмыз, санамызбен айтып жатырмыз, уақытымызбен айтып жатырмыз ғой. Ол рух деген тірі нәрсе, әруақ қой олар. Мен ол жаңа сіздің өте айтқаныңыз бір дәлел келтірейін. Ең алғаш Бекет атаның басына бардым. Ең алғаш Түркиядан келдім. Қай жылдар? Осыдан бір 20 жыл бұрын ғой енді. Барған кезімде мына кейін өшіріп тастайсыздар. Мен аяқ қолым дірілдеп кетті. Тоқтамайды. Өзіме бағынбайды анау. Кәдімгідей болды. Ыңғайсыздандым. Мүмкін емес жаңа жерде. Бір уақытта қарасам, көзімнен жас мөлтілдеп парылап жатыр. Көз тоқтамайды атаңа. Не болып қалды бұл деп. Бір 30-35 минуттардан кейін ба, есімді жиғаннан кейін барып, айналамдағылардың бәрі қорқып кетті. Не болды деп. Сонан өзіме келіп барып, тоқтап, намазымды қойып бет тоқтадым. Бірақ ұйқыны айтсайсың, бір секундта ұйықтаған сияқты болдым. Қарасам 8 сағат ұйықтап. Міне осындай халдер болады. Себебі неге ол тірі руханият қой мысалы. Бекет атаның басына барған кезде, анау жаңағы айтқан жер астындағы жаңағы ханакаға енген кезде адамның бойын бір ерекше сезім билейтін рас қой. Хал. Ол сен тілмен түсіндіре алмайсың ғой. Тілмен түсіндіре алмайсың. Түсіндіре алмайсың. Просто соны екінші рет бір басынан өткізгенде сенде түсіндіруге қабілет пайда бола бастайды. Себебі сен аналогия жасай бастайсың ғой. Мысалы, сол халімді мен аңсаймын. Ол халде не сезіндім, қандай немен сипаттаймын деген сияқты мәселені алу үшін мен қайтадан барып, сол халді қайтадан бастан өткізген кезімде рухымда тәжірибе пайда болады. Тәжірибе деген сөз бір көрген нәрсенің қайталануы деген сөз негізі. Егер ол қайталанбаса тәжірибе болмайды. Демек, жаңағы әлсіз рух күшті рухтан күш алады ғой. Онсыз болмайды. Беріп тұр ғой. Бүгін ғана біздің небір экстрасенстер айтады ғой, энергия беремін. Ол бекерден бекер айтпайды ғой. Сен әулиелердің басына қонып көрсең, өзің сипаттай алмайтын бір нәрселер болады сенде. Халдер болады. Оны сен сипаттай алмайсың. Оны жеке негізі жасыру керек шын мәнінде оны. Ішлеген. Көпке айтудың керегі жоқ. Өзіңнің халің ғой, өзіңді халіңді сезіп, танып, сол мәселе. Сұхбат мәселесі бар ғой. Сондай. Рахмет Досай аға. Бүгінгі сұхбат ерекше сұхбат болды. Өйткені біз енді сіздің алдыңызда осы бағдарламада қонақ болған белгілі ғалымдар, біз барымызша біріміз қайталамауға тырыстық. Дұрыс. Әр саладан, мысалы ғылыми саладан, рухани саладан талдап көруге тырыстық. Тылсым дүние тұрғысынан талдап көруге тырыстық. Мұхиддин Исаұлымен. Өте қызық мәселе, дұрыс айтасыз. Себебі біз осы циклдік бағдарламамызда ұрпаққа сол Бекет атаның мұрасын қадари халімізше, білгенімізше жеткізуді мұрат тұттық. Енді оның қаншалықты жеміс беретінін оны алдағы уақыттың еншісіне қалдырайық. Ұрпағымыз аман болсын. Бүгінгі мынау Бекет атаның 275 жылдығына байланысты өтіп жатқан рухани шаралардың барлығы ұрпаққа берері мол, нәтижелі болсын деген тілегіміз бар. Сіз өз тілегіңізді айтып өтсеңіз, содан кейін біз хабарымызды қорытындылайық. Өте дұрыс айтасыз. Мына топырақ, бұл киелі топырақ, бұл қасиетті топырақ. Бұл жерден не бір ғалымдар шықты. Әруағы шат болсын. Мен мысалға соның бір тұғырлы тұлғасы ретінде Бекет атаны танимын. Танимын дегенде тұғыр ретінде танимын. Бірақ Бекет атаның бүкіл ілімін таныдым деген ол дұрыс емес мысалға. Меңгердім деген. Бірақ біз Бекет атадан
үмітіміз өте зор. Неге? Себебі оның тәжірибесі, оның тұлғалығы, тарихилығы деген 3 тұғыр бізде қазір санамызда да бар, тарихымызда бәрінде бар. Жатқан жерлерде бар. Біз енді Бекет ата атындағы бір институт көрсем деп ойлаймын. Көзіммен көріп кетсем. Сол жерде хотя бы бір апта ма жұмыс істеп, Бекет атаның мынандай аспектілері болуы мүмкін деп жаңағы зерттеушілермен сұхбат құрып кетсем, егер көзім жұмылмай тұрып, сол арманым менің мысалы. Онда біз ертеңгі болашаққа қорықпай кете беруімізге болады. Қоштасып, ладно, сендерге бердім батамды деп та, көп қой бізде. Әрине. Менің мақсатым осы. Иншалла орындалатын шығар деп ойлаймын. Оған ешқандай кедергі де жоқ біз үшін дәл қазір бар ғой. Бұны тек бастау керек. Құда қаласа. Рахмет Досай аға. Жаңағы өзіңіз айтып отқан үлкен арман бұл шындыққа айналғай, жүзеге асқай. Сіздің де мынау біздің өңірге келген сапарыңыз құтты болсын. Рахмет. Ертең енді бәріміз бірге Бекет атаның басына зияратқа шығамыз. Зияратымыз да қабыл болсын. Амин, Аллах. Сізге Маңғыстау жұртшылығының атынан шексіз алғыс айтамыз. Рахмет. Алла разы болсын, иншалла. Қадірлі ағайын, осымен біз бағдарламамызды түйіндейміз. Пірбекет атамыздың 275 жылдық Пірбекет атамыздың дүниеге келгеніне 275 жыл болуына байланысты өңірдегі атқарылып жатқан барша шаралар ұрпаққа несібелі болсын деген тілекпенен біз бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Аман, есен болайық.